Мен енді орысшамды өздеріңіз дұрыстап аларсыздар. Мен енді орысша үйренген жоқпын, үйренбеймін де. $1 миллион берсе де орысша үйренбеймін, бірақ енді менің орысшамның сыйқасы енді. Орысша білмегендер, сауатсыз десеңдер, мен айтыңдар. Орысша білмейтін қазақ, сауатсыз қазақ, орысша білмейтін қазақ, ауылбай қазақ десеңдер, мен айтыңдар. Білімің жетсе, менің біліміме жетсін соларды. Басың жет, менен ассаң, халықты артыңнан ерт алсаң, мен құсап. Онда орысша білмегендер, ауылбай, орысша білмегендер, сауатсыз десеңдер, онда мені мысалға келтіріңдер. Шамаларың жетсе, ағылшынша сөйлесіңдер менімен. Міне. Орысша білмеймін де, білмегенім үшін ойбай деп қысылып етіп, жаңағы орысша білмеймін деп қысылып отырмаймын да. Міне орысшаңның бірдеңкесін шығарып тұрып өстіп оқимын. Түсінсең де осы, түсінбесең де осы енді. Енді орысшасын жаңағы өздеріңіз з әрпімен өздеріңіз қосып з-сын шығарып тұрып оқыды. Міне кыргыз, міне жаңағы Министерство иностранных дел Кыргызской деп тұрып оқыдым. Ал не дейсің енді? Міне қырғыздар өстіп жазыпты. Ал біздің қазақтар сыртқы істер министрлігіне барып, әкемді Қытай заңсыз қамап тұр. Әкем Қазақстанның азаматы 20 жылдан бері. Әкем Қытайдағы тіркеуін өшірген. Бүкіл заңды құжат дұрыс. Міне нотариалды түрде Қытайдың азаматтығынан бас тартқан. Бүкіл құжаты дұрыс. Әкемді Қытай неге заңсыз қамады, соны сөйлесіңдер деп барған қызды қамап тастайды. Әлімнұр Тұрғанбайдың қызы Ризаны қамап тастайды. Әлімнұр Тұрғанбайдың әйелі Гүлдария Шеризатты қамап ұстап, әкімшілік сотқа барып, $1 миллион айыппұл салады. Бұл Қазақстан. Ал Қырғызстан, ол Қырғызстанның сыртқы істер министріне барып емес, жай Қазақстанның Инстаграм каналындағы Степ Таймс пен Марғұлан Нұрданғазы дейтін Инстаграмда канал бар, Марғұлан Нұрданғазы. Сол каналда анау қырғыздарды Қытай қорлап жатыр деген видеомызды көріп, астына сондай коммент жазыпты Қырғыздың сыртқы істер министрлігі. Қырғыз бен қазақтың арасындағы айырма бір ғасыр. Қырғыз бен қазақтың ортасындағы айырма бір ғасыр. Қырғыздар демократияда қазақтарды бір ғасыр алдыға қазақтардан озып кетті. Қырғыздың саяси сауаттылығы, кадрларының міне, ана кадр соны көрді. Құдай білет, бастығынан сұрады не сұрамады. Немесе бастығының өзі сен жаз, солай деді, ана аккаунт. Сен сөйтіп хабарлас, ана Қытайда қамалған қырғызды көрейік деді. Міне, қырғыздар Қырғыз жерінде алтын кенде жұмыс істеп жүрген Қытайды тырқыратып қуды. Қырықшора дейтін жігіттері конференция өткізді Бішкекте. Мен сол кезде қырғыздарды ұйымдастырдым, Түркиядағы кезім. Сонда ұйымдастырдым. Қытайларды қуамыз дегенде, Қытайда қамауда отырған 50 мың қырғызды босатып жіберді. Сол кезде менің сөйлеген лекциям бар. Қытай қырғыздан қорқады, қазақтан қорықпайды деген лекциям бар. Неге? Құрттай қырғыз, 7 миллион қырғыз. Тек Қытайлар оның алтын кеніне ғана мүдделі. Неге Қытайлар оны сыйлап отыр? Неге бізден мұнайды, газды, уранды алып отыр, бізді сыйламайды? Себебі біздің Назарбаев Тоқаев Қытайдың алдына барғанда бас ұрады. Бас ұрып кәдімгі сен Қытай емессің, сен Құдайсың деп бас ұрады. Табаныңды жалайыншы, тағы басқа жерің бар ма, жалайыншы деп, Дәриғасы бар, Құлыбайы бар, Динарасы бар. Мына сөйтеді, өңкөй құлдың тұқымдары отырман. Билікте отырғанның бәрі шетінен құлдың тұқымдар, қырықсыздіктер. Ана Қытай оларға бір қымбат қонақ үйге апарып, бейтіп бір аңырсыған қыздарын беріп массаж жасады. Қытайдың қысы массажи деп келеді. Баяғыда Пекинде желкесінен сүйреп қуып шыққам қонақ үйден. Ана 2-3 бөлмесі бар қонақ үй алғам. 2-3 бөлмесі бар. О кезде 1001 сапар жазып жүрген кез қалтада деген бума көк қағаз жүретін кез булмасымен жүреді, жай наличкаға ұстайтын. Бизнес дүрілдеп тұрған кез. Содан қарасам, келіп енді тақаратымды алып, тамақты жай ішті, көп сөйлестік, отырдық. Содан келіп енді тақаратым бір ғұсыл алып, жуынып алып, нәсілдерімді оқиын деп, енді жолаушымын ғой. Сөзсем, ана жақтан бүйтіп, тәпішкесін бүйтіп, ойба шошып, мен басқа бөлме кіріп кетпеген деп, неге. Ана орыстың фильмі бар еді ғой, жаңағы тағдырдың қалжыңы ме, анау неменеді, анау
бір фильмі бар еді ғой орыстың, анау 80-жылдардағы алқаш жігіт ұшаққа ұшады, мас болған, есінен білмейді, соны ұшатын жігіт ұшпай қалып, ұшпайтын жігіт ұшып кетеді, одан кілтін салса кілтіне дейін түседі. Советтік бюрократия, советтік алқаштық, советтік ана жезөкшелік, соны ең соңында ол қызбен жатама ию бір орыстардың бір быт-шыт шыққан тасталқан киносы бар еді ғой, быт-шыт гүл мен быт-шыт байдың жаңағы. Соғыса мен де ойладым, әкеңді мына қонағы китайский кілті ашып, мен крем деген бөлмемді кіріп кеттім бе деп. Ол басымнан талай өткен ғой жаңағы. 15-ші қабатта болсам 14-ші қабатта ашып, жаңағы 2-ші қабатта болсам 3-ші қабатта ашып бытқып жүрем мен жаңағы. Ашылмайды, сөйсем ішінен адам шығып соны. Кешір деп мен өзім сондайлау жігітпін енді, қызық жүргенде де. Бірдеңені қиратып, шағып, бүлдіріп жүрем өзім. Сөйтсем ана қыз айтады ғой, құру дедім, желкесінен сөз ар айтсам көнбейді, бер айтсам көнбейді. Кет, ол мен массаж керек жоқ. Мен түнімен сіздің қызметіңізде болуға орналастырып қойған дейді. Түніме менің қызметімде болуға. Сен шаршадыңыз ғой, енді сізді түнімен мен сізді ұйықтатамын. Не талабыңыз болса орындауға мен дайынмын дейді. Содан не болды десем? Бізді өстіп төлеп қойған сіздің партнерларыңыз. Құры дедім. Жылайды тіпті мен, егер сізді разы қылмасам, мені жұмыстан қуады. Жұмысыңнан қусаң сен көше сүпір әкеңді. Құры кет. Тұрған бенді Қытайдың жезөкшесіменен, мен деген мына көркемөнер институтының қанша дейді, 2-ші курсының қызымын дей ма, 1-ші курстың қызымын дей ма. Енді шайтан ретінде енді сұлу шайтан екен, сұлу шайтан екен. Мен айттым, мына түріңмен, мына бойыңмен дұрыс жұмыс таппадың ба? Не мына көрінген еркектің астында қорған? Ар айтсам көнбейді, бер айтсам көнбейді, тұрған ба әкең? Желкісіз қында. Осыдан енді келетін болсам кебемін деді. Шығар берім, есікті ашып, қолыма бірдеңе жұққан құсап, жатып кеп, сабындап жуған емеспін. Мен өзі кірпияз адамым. Есіктің тұтқасын қағазбен ұстаймын. Әжетханаға кірсем, ешқашан қағазды алып, ана әжетхананың есігін бүйтемін. Сол әдетте күтіп тұрам, әлеуметтік әжетханаға кірсем, біреулер бүйтіп, шыққан кезде лып етіп, ұстамауға тырысам. Ана суды ағыстып жібергеннен кейін, ана суды бұраған қолыма тағы жұғып қалды ма деп, арнай қолыма су алып тұрып жуғам. Арнай көлігімде мына дезинфекция сұйықтықтар болады. Оны мен жуам, бүйтіп тұрып жуам былай. Бүйтіп тұрып жуам, медициналық жолмен жуам. Өз кірпиязбын, сөздің шыны керек. Сөздің шыны керек сондаймын. Тіпті ана бір оңбаған, дұрыс емес адамдар менен қол алысқаннан кейін қолыма бірдеңе жұғып қалған құсап, соны әбден тазалап жумасам, өз ар жағымнан мазам кетіп тұрады. Өз сондай адаммын мен, сөздің шыны керек. Ал жасырар жоқ, менде сондай бір психологиялық не бар. Оны өзім қойғым да келді, 100 рет қойғым да келді. 100 рет қойғым да келді. Бірақ қоя алмаймын, сөздің шыны керек. Енді ол да өзі бір ауру. Оны бір кезде күшейіп кетеді. Бір кезде нетіп қалады. Бір кезде бір қатты қарбалас жүргенде елемей сен ұмытылып кетесің. Бірақ үнемі бірдеңе. Мысалы, міне қазір мен мына пульт ұстадым, қазір мазам кетіп тұр. Себебі мынау жалғалған үйдің пульт. Болмаса мен мынаны кем дегенде 10 рет дезинфекциялап сүрттім, ана сулы спирт. Енді осыны ұстап қойдым. Енді мынаны ұстағаннан қолымды жуым керек. Ол мендегі бір тазалық. Сондай міне. Сол енді қара. Бұл жердегі мынау Қазақстанның мына билігінің барлығы құлдың тұқымдары дейтінім, мен баяғыда өзім көзіммен көрдім. Жолдас жігітім, қазір мен көрмес болып қашып кетті ол иттің баласы. Тыңдап отырған шығар. Қойда қой секе тек қытайша білмеген болып, тек қасында аңдып тыңдап отырып берші деп мені бір жұмысқа. Мен қош келгенім кеше бармайым десем қоймай қойды. Секе бұл деген маңызды тема. Сен тек түк білмегенсіп, аналар не айтты, нетті, тек тыңдап отырып маған айтып берші. Мақұл дедім. Сон бардым. Өзім шаршап сырттан Қазақстанға енді жетсем, соны олар жаңағы ана бір контракт көздері отырып қойыпты, баяғыдан келісіп қойыпты. Сон қонақ үйде болдық, ертесі қайнан құшатын болдық. О кезде қонақ үй тағы да Пекин. Сон Пекинде қонақ үйде мен таңертең жаңағы қонақ үйден шығайын десем, ана олардың жалдаған орыс тілді аудармашы бір здравствуйте дейді. Сен неғып жүрсің ақпағым ғой, өзім әгеге сөйлеймін ғой. Орысша.
Ол оның орысшасы ыздыластывит екен, ыздыластывит. Сонда ол маған бүйтіп айтады. Мына жерде дейді, олар 5-еу, мен 6-ау. Ана 5-еуінің барлығы 8888 юандық сервисті қабылдапты түнде. Яғни ана қыздарды қабылдапты. Ана қонақ үйдің жатқаны түні 2000 юан ба, сондай бір түні. Ана қыздар жаңағы 6888 юан, сонымен қонақ үйдің бір түндік ақысы менен қыздар 6888 юан, сонда 8888 юан. Сол заманның ақшасы бойынша $1000 артық. Ана 5-еуіне $5000, ал мен тек жатмын ғана. Ана қыздарға қол қоймай қойғам, қабылдамай қойғам, кет итеріп жіберген. Құрыңдар, мен ондай қызға жоламайтын адаммын деп. Сонда анау күліп тұр, сіз қабылдамапсыз ғой дейді. Мен не қылам дедім. Қабылдаған жоқ. Сонда ана жерде министрдің ұл қыздары аналар. Ана барып жүргендер, министрдің тағы біреу орынбасар министр ма, бірдеңкесі бар. Солар Қытайға барып, Қытайдың 5 жұлдызды қонақ үйінде жатып, сонда ана жаңағы қылымсып келген қыздардың бәріне олар жоқ деген сөзді айтпайды. Соны ертіп мен бақырдым ұшақта отырып, естідім, дұрыс па? Десем не болды? Ана камераға түстіңдер ғой дедім. Бүкіл камера ғой ана. Бүкіл алды, артың, төсегің, терезең, мына телевизорың бәрінде камера тұр ғой, атаған әлет. Олар деген оны ойлап тұрған жоқ. Ана қыз деп, ана 5-еуі деген бір-біріме мына конференция өткізіп кеткен. Сілекейлер ағып, ана қыз бар ғой. Өліп тұр, өмірі, қор қыздарын көргендей боп, сілекей ағып, ана ұшақта онсыз да басқа орыс тілді қырғыздар, орыстар жүр, аналар естіртіп, мақтанып, әшейін еркектік тек сол 5-еуінде ғана бар құсап сөйтіп лепіріп барды. Мен айтам, қор болдыңдар ғой ертең, Қытай сендерді боп салайды ғой. Ана қызбенен шалқайған, тоққайғаның бәрін камераға түсірді ғой олар деген. 3CCD камера әшейін, ең тұнық әшейін. Керек кезде жақындатып тұрып, бәрін түсіріп алды ғой. Оңынан, қырыңнан, солыңнан жаңаға. Бәрін түсірді ғой. Сорлы болдыңдар ғой, иттің балалары. Ал енді осылар Қытайға жұмыс істемей қайтеді. Осылар Қытайдың енді нағыз кесік құлақты таңбалы құлы болады. Майға 2 қуырылған шошқаның етін жеген тақайыңыз да сөйтеді. Міне. Қазақ бейшара болдың енді, сөздің шыны керек. Онлайн сұрақ жауаптарыңыз бар ма? Мен бір жерде тағы бір видеоны көрсетіп жіберейін. Бір сұмдық видеоны ақыры көрсеттік, реті келгенде көрсетіп жіберейін.